Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сарматтардың саяси тарихы. Зерттеу сұрағы: сарматтар қандай мемлекеттермен өзара қарым-қатынаста болды? Оқу мақсаттары: Қазақстан аумағындағы ерте көшпелілердің халықаралық сахнадағы орнын анықтау. Алдыңғы сабаққа шолу жасайық. Сарматтар қазіргі Батыс Қазақстан территориясында мекендеген. Каспий мен Арал аралығын мекендеген сармат тайпасы Дах. Арал Каспий аралығын мекендеді. Каспийдің жағалауында каспийлер өмір сүрген. Каспий теңізін сол кезеңде Геркан теңізі деп атаған. Онда герканилер өмір сүрді. Сарматтардың құрамына сонымен қатар роксоландар, аорыстар, сирактар жатады. Сарматтардың ескерткіштері Батыс Қазақстан жеріндегі Жайық, Елек, Жем өзендерінің бойында орналасқан. Сарматтар жөнінде грек, Рим тарихшылары, атап айтқанда Диодор, Үлкен Плиний, Полибий, Геродот құнды мәліметтер жазып қалдырған. Сармат деген атау біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдан бастап тарихта кездеседі. Сарматтардың қоғамдық құрылымы әскери демократия. Сармат қоғамында әскери демократияға әйелдер де қатысты болды. Әйелдердің рөлі жоғары болған. Сарматтардың негізгі шаруашылығы көшпелі мал шаруашылығы. Жылқы мен қойды көп өсірді. Ақсүйек пен шонжарлар әскер бастылар мінген қазанаттарға ерекше мән берілді. Сарматтар Еділ, Жайық өзендердің бойларында, Қара теңіз жағалауларын мекендеп, егіншілікті де жақсы қолға алды. Сарматтар өмірінде аңшылық үлкен рөл атқарды. Сарматтар зергерлік өнерге де жоғары мән берген халықтың бірі. Тері илеу кәсібі де жақсы дамыды. Атап айтқанда, теріден сұйықтық құятын ыдыстар көптеп жасалынды. Саба, торсық, мес және көнек. Ал енді, құрметті оқушылар, негізгі тақырыбымызға көшетін болсақ, сарматтар біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда Батыс Қазақстан жерінен біртіндеп Қара теңіздің солтүстік аймақтарына дейін жетті. Олар Орталық Азия, Алдыңғы Азия, Солтүстік Кавказ, Парфияға дейін жорықтар жасап, Қара теңіз аймағын жаулап алды. Сарматтар скиф тіліне жақын тілде сөйлеген. Дах, Массагет, Иседондармен туыстас келді. Сарматтар халқының саны біздің заманымыздан бұрынғы 3-2-ші ғасырда 20 мың, біздің заманымыздан бұрынғы 2-1-ші ғасырда 10 мың, біздің заманымыздың 1-ші ғасырында 5-7 мың болды. Олардың санының азаюына қуаңшылық әсер етті. Біздің заманымыздан бұрынғы 248-247 жылдары Арсақ қолбасшы дайырлардың Апарын тайпасынан шығып, Герканияны, Парфияның үлкен бөлігін басып алып, Аршакеттер әулеті билігінің негізін қалады. Дайырлар ерте темір дәуірінде Маңғыстау түбегін мекендеген бүгінгі кіші жүз құрамындағы адайлармен байланыстырылады. Біріншіден, Дай және Адай деген тайпа атауларының ұқсастығы болса, екіншіден, екеуі де ежелден осы Маңғыстау түбегінде өмір сүрген. Дай атауы Адай тайпасының атауымен жалғасып табуы әбден ықтимал. Саврамат археологиялық ескерткіштердің ішінде Аралтөбе, Бесоба және Сынтасты атауға болады. Солардың ішіндегі бірегейі, бір төбесі бұл Аралтөбе ескерткіші. Қазіргі Атырау облысы Жылой ауданынан табылған. Онда 2-ші алтын адам табылды. Сонымен қатар қару-жарақ, жебе, қанжар сынықтары, абыз асатаяқтарының бөліктерімен бірге көсемнің киім-кешегі, өте бай, асыл бұйымдармен, алтын әшекейлермен безендірілген заттар да табылған болатын. Сарматтар жауынгер тайпа, өнерлі халық болып табылады. Ал сарматтардың келесі обаларынан
Бесуба қазіргі Ақтөбе облысында орналасқан абыз әйел және қасқыр бейнесіндегі құрбандық тақта табылса, Батыс Қазақстан өңіріндегі Сынтас обасынан 3 Саврамат жауынгері, сүйек қасық және қасқыр мүсіні табылды. Бұл олардың мәдени деңгейінің жоғарғы болғандығын көрсетеді. Сарматтардың археологиялық ескерткіштерінің көпшілігі Батыс Қазақстан аймағынан кездеседі. Батыс Қазақстан жеріндегі ерте темір дәуір ескерткіштері өзен алқаптарына жақын орналасқан. Олардың көпшілігі Жайық, Елек, Жем өзендерінің бойында орналасты. Үстіртте зерттелген бәлте, терең ескерткіштердің де орны ерекше. Хронологиялық жағынан Сармат тайпаларының ескерткіштері негізінен 3 кезеңге бөлінеді. Біріншісі, ерте Сармат кезеңі. Біздің заманымыздан бұрынғы 4-2 ғасыр уақыт аралығын қамтыса, орта Сармат кезеңі біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші, біздің заманымыздың 1-ші ғасырын қамтиды. Соңғы Сармат кезеңі біздің заманымыздың 2-ші және 4-ші ғасыр аралығын қамтиды. Саврамат, Сармат тайпалары Орталық Азия мен Қара теңіз өңірі мәдениеттермен байланыстырады. Бұның көрінісінің бірі Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Лебедевка селосынан табылған әйелдің жерленген орны және атақты грек мәдениетіне тән шарап құдайы Дионистің басы бейнеленген құмыра болып есептелінеді. Грек мәдениеті Сармат қоғамының дамуына әсер еткендігін осыдан көруімізге болады. Батыс Қазақстан савраматтарының ескерткіштерінің ерекшелігі біріншіден, обалардың ішкі құрылымы ағаштан жасалынған. Екіншіден, олардың пішіні қабірлер көп кездесетін әртүрлі пішінде болған. Атап айтқанда, тік бұрышты, дөңгелек, сопақ тәріздес. Археологиялық ескерткіштер Саврамат халқының әлеуметтік теңсіздігін білдіреді. Обалар 3-ке бөлінді: үлкен, орташа, шағын. Үлкен обаларда тайпа көсемдері, орташа обада жауынгерлер, шағын обада қауым мүшелері болды. Сарматтар жоғарғы саты және төменгі саты тұрғындар деп 2-ке бөлінді. Жоғарғы саты тұрғындарына тайпа көсемдері, шонжарлар, абыздар, салт атты жауынгерлер жатса, төменгі сатыдағы тұрғындарға малшылар, қызметшілер мен құлдар жатты. Ішкі және сыртқы мәселелерді әскер, басшылар шешіп отырды. Савраматтар жөнінде құнды мәлімет қалдырған грек, Рим тарихшылары Диодор, Үлкен Плиний, Поливий және Геродот. Диодор өз зерттеулерінде Сарматтар сақтардың жерін басып алып, жер суын иемденіп, халқын қырғынға ұшыратты десе, Геродот Сармат тайпасын әйелдер басқарған деп, әйелдер рөліне жоғары баға берген. Савраматтар скиф тіліне өте жақын тілде сөйлеген деп ой қорытындысын жасайды. Үлкен Плиний болса, Сармат тайпасы мидиялықтармен туыстық байланыста болды деп ой қорытындысын жасаған. Құрметті оқушылар, біз сіздермен Сарматтар тарауын аяқтадық. Сарматтар тарауы бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларымен таныс болыңыздар. Тапсырма 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде Сармат қоғамының ерекшеліктерін жазамыз. Әлеуметтік қоғамдағы ерекшеліктер 1-2 дәйекті мысалдар келтіреміз. Шаруашылық өмірдегі ерекшеліктеріне де дәл солай 1-2 дәлелді себептермен анықтаймыз. Екінші тапсырмада Сарматтармен қарым-қатынасты жасаған мемлекеттерді жазамыз. Әр мемлекеттің жазылуы, анықталуы 1 балдық жүйемен бағаланады. Бағалау критерийлері әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін түсіндіреді. Дескриптор, білім алушы, әлеуметтік қоғамдағы 1 ерекшелікті жазады, 1 балл. Әлеуметтік қоғамдағы 2 ерекшелікті жазса,
тағы 1 балл. Шаруашылық өмірдегі бір ерекшелікті жазса 1 балл, шаруашылық өмірдегі екінші ерекшелікті жазса 2 балл. Барлығы 4 балдық жүйемен бағаланады. Екінші бөлімде ерте көшпелілердің халықаралық сахнадағы орнын анықтайды. Дескриптор, білім алушы, сарматтармен қарым-қатынас жасаған бір мемлекетті жазса 1 балл, екінші мемлекетке 2 балл, үшінші мемлекетті анықтаса 3 балл. Жалпы 7 балдық жүйемен бағаланады. Құрметті оқушылар, үйге тапсырма. А тобына сарматтардың өмірі мен шаруашылығы, Б тобына сарматтар туралы ежелгі ғалымдардың ой пікірлері, С тобына сарматтардың халықаралық қарым-қатынас туралы ой толғау жазу. Көлемі 25-30 сөзден тұрады. Құрметті оқушылар, сау болыңыздар, назарларыңызға үлкен рахмет.